Жылой техниканың көрмедегі және біздің станциямыздың білім алушылары зымыран үргілуде екінші сабақ. Бүгін бізде корпусты әзірлейміз. Шаблон бойынша корпусымызды кемасын дайындап алдық. Енді оны қалыпқа салып желдейміз. Желіне аздап. Ортасынан бастап жапсырған дұрыс. Клейіміз кеуіп қалса, қосымша клей жағып жіберуге болады. Мен сіздерге көрсету үшін кедергі жасап жатырмын. Жапсырғаннан кейін кішкене айналдырып жіберіңіз. Клей корпусымыз дайын. Енді ары қарай құйрық бөлігін жапсырамыз. Құйрық бөлігі екі бөліктен тұрады. Ішкі бөлігі және сыртқы бөлігі. Сіздер жасаған кезде асықпай жасаңыздар. Келтіріп, мына сызып жасаған кезде асығыс жасасаңыздар бүлдіріп алуларыңыз мүмкін. Şekilde жазып кепкенді күтпей ішкі конус саламыз, сыртынан клей жағамыз, сыртына үлкен конусты кигіземіз. Атап өткенде мына жігі оң жағына қараса, екінші оң қадыма қарсы салғандарымыз жөн болады. Бұл конус құйрық бөлігі кішкене мықты болу үшін екі қабаттан саламыз. Шығарып алып кептіріп қоямыз. Ары қарай бұл көрсететін моторный отсек бұл жерге зымыранды ұшыруға арналған двигателіміз орналасатын болады. Оны да екі қабаттан тұрады. Мына жерде жазылып көрсетіп тұр. Клей илейтін бөлікті. Оған клей жағып аламыз. Қағазымызды жайлап
монтажына тек дайын болды. Құрметті достар, бүгінге осы. Келесіде осы барлықтарын дайындаған бөліктерімізді құрастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.